Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына KZ каналына қош келдіңіздер. Ертегі тыңдамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз бүгін «Мың бір түн» атты қызықты ертегіні тыңдайтын боламыз. Сасанидтер әулеті 400 жылдай ел билеген. Олардың патшалығы Парсы елі мен Қытайға дейінгі жерді алып жатады екен. Сол әулеттен шыққан патшалардың бірі өз кезіндегі ең әділ билеуші болған деген әфсана бар. Оны өз қарамағындағы адамдар қанша жақсы көрсе, көрші елдердің билеушілері соншалықты қорқып құрметтейді екен. Ол өлген шақта патшалығы бұрын соңды болмаған гүлдену дәуіріне жетіпті дейді. Патшаның өз кіндігінен 2 ұлы болыпты. Ағайындылар бір-бірімен өте тату өмір сүріпті. Бірақ ол елдің қатал заңы бойынша мұрагерлікке тек үлкен ұл ие болады екен. Сондықтан үлкен ұлы Шахрияр өзінің інісі Шахзаманмен билікті тең бөлісе алмайтынына іштей күйініп жүріпті. Бірақ өмір орнында тұрған ба? 10 жыл өткен соң Шахрияр патша ұлы татар елін Парсы патшалығынан бөледі де оны билеуге өз інісін тағайындайды. Бір күні інісін сағынған Шахрияр патша оған барып қайтпақ болып уәзірінен кеңес сұрайды. Уәзір, үлкенге сәлем беру жолы кішіден болса керек, сондықтан оған хат жазып, тарту таралғысымен қоса мені жіберіңіз дегенді айтады. Бұл ақыл патшаның көкейіне қона кетеді. Сондықтан інісіне арнап баға жетпес сыйлық ер әбзелін алтындатқан арғымақ аттар, құлдар мен сұлу күңдер және одан басқа да асыл заттар дайындатады. Сонан соң Шахзаманға өзінің сағынғанын айтып хат жазады. Шахрияр патша хатты желімдеп уәзіріне береді де дереу жолға шығып, інісін алып келуді тапсырады. Шахзаман уәзірді патша жіберген ең құрметті қонақ ретінде қуана қарсы алады. Ол ағасымен қауышуға әрқашан әзір екенін айтты да және 4 күн өткенде жолға шығуға дайын болды. Оның ағасына әзірлеген сыйлықтары шынында да нағыз патшаға лайық сыйлықтар еді. Қызметшілері таң ата жолға шығу үшін қала сыртына шатыр тікті. Түнде Шахзаман бір нәрсені ұмыт қалдырғанын есіне түсіріп, сарайға қайта оралды. Сарайға ептеп білдірмей кірген патша сүйікті әйелінің бір қара құлдың қойнында жатқанын көреді. Ашу қысқан ол қылышын суырып алады да ойланбастан екеуін де шауып өлтіреді. Ол болған жағдайды ұмыта алмайды. Әйелінің көзіне шөп салғаны патшаны терең қайғыға батырады. Оның өңі қашып, қайраты қайта бастайды. Осынша торығу бара-бара сары ауруға айналады. Інісінің көз алдында жүдеп бара жатқанын көрген ағасы одан не болғанын сұрайды. Бірақ Шахзаман ауруының сырын неден екенін ашылып айтпай қояды. Ол ағасының қорқынышын сейілткісі келіп, әншейін жол соқты боп шаршағандықтан шығар, дей салды. Бірақ күн өткен сайын Шахзаманның халі нашарлай берді. Шахрияр інісінің емдету үшін дәрігерлер шақыртты, бірақ ауруының емі табылмай-ақ қойды. Бір күні Шахрияр патша аңға шықпақ болды да Шахзаманға бірге жүріп сейілдеп қайтуды ұсынды. Шахзаман жалғыз қалғысы келіп отырғанын айтып аңға шығудан бас тартты. Келесі күні патша нөкерлерін ертіп, сырнайлатып, кернелетіп жүріп кетеді. Ал әйелінің сатқындығын әлі де болса ұмыта алмай жүрген інісі
терезе алдында мұңға батып отырады. Кенет ол терезеден ағасының әйелін көреді. Жеңгесінің жүрісі шәлкестеу көрінген соң бақылап қараса, оспадар қылықтарға барып жүр екен. Ол жеңгесінің де ағасының көзіне шөп салып жүргенін түсінеді. Осыдан соң Шахзаман әйелдің бәрі опасыз болады екен-ау деген тоқтамға келеді. Бұған әбден көз жеткізгені үшін пайдалы боп, ол бұрынғы қайғы-қасіреттің бәрінен айыға бастайды. Асқа тәбеті шауып, алаңсыз ұйқыға қайта оралады. Денсаулығы күн санап жақсара бастайды. 10 күннен кейін Шахрияр патша аңнан оралса, інісі өзгеріп қалған екен. Ол інісінен тамаша өзгерістің сырын сұрайды. Шахзаман осынша торығуының түпкі сыры әйелінің опасыздығында жатқанын жағалатып айтады да қояды. Бірақ Шахрияр інісінің бірдеңені бүгіп отырғанын сезіп, аурудан қалай тез айыққанын айтуын қолқалап қоймаған соң, Шахзаман ағасына бар шындықты жайып салуға мәжбүр болады. Шахрияр патша әйелін жан-тәнімен сүйетін еді және әйелінің адалдығына шек келтірмейтін. Мынадай суық хабарды естігенде туған інісіне де сенер-сенбесін білмей қалды. Ойға батқан ол Шахзаманның сөзіне көз жеткісі келді де тағы да бір аңға шығатынын жариялады. Ал өзі уәзірін шақырып алып, оған бір жерде жасырынып отырып шындыққа көз жеткізуін тапсырды. Шахзаманның айтқанының бәрі рас болып шықты. Патша аңға аттанысымен әйелі сойқанды іске тағы да басты. Мұны естіген патша қаһарына мінді, әрі сүйікті әйелін жамандыққа қимай қатты қапаланды. Ол опасыз әйелді өлтіруді уәзіріне тапсырды. Шахрияр өте нәзік жанды адам болатын, әйелінің опасыздығын білген соң барлық әйел затынан көңілі қалды. Патша әйелдің бәрі бұзылған, сондықтан өлім жазасына лайық деген қорытындыға келді. Сол күннен бастап ол күн сайын жаңа қатын алып, таң ата оны өлтіріп тастауға көшті. Патшаның бұл ісі ел басына қара түнек орнатты. Бұрын шетінен патшаны мақтай жөнелетін халқы енді оған қарғыс айтатын болды. Бас уәзірдің үйінде 2 қызы бар еді. Үлкен қызының аты Шахерезада, кішісі Динарзада болатын. Динарзада алып бара жатқан ешқандай дарыны жоқ қарапайым ұяңдау қыз еді. Ал оның әпкесі Шахерезада өткір әрі ақылды қыз болатын. Ол жастайынан жақсы білім алып, пәлсапаны да, медицинаны да, тарихты да, өнерді де жатқа соға беретін. Оны жұрт бүкіл Парсы еліндегі ең сұлу қыз десіп жүретін. Міне, сол қыз бір күні әкесіне келіп, «Әке, сіз менің бір тілегімді орындайсыз ба?» деп сұрады. Әкесі қызын ерекше мақтан ететін. «Қандай тілегің бар қызым? Не сұрасаң да орындауға әзірмін», деп жауап береді әкесі. «Онда жақсылап тыңдап ал, тек қана жоқ дей көрме», дейді Шахерезада. «Мен патшаның ессіздігіне нүкте қойғым келеді». «Оның жақсақ болар еді, бірақ оны қалай жүзеге асырмақсың?» деп сұрайды уәзір. «Патшаға күнде бір қалыңдық тауып беру сенің міндетің емес пе еді, қымбатты әкетайым? Олай болса оған қалыңдық болуға мен рұқсат етіңіз». «Есіңнен адасайын дегенсің бе қызым? Ол сені таң ата өлтіріп тастайды ғой», дейді уәзір зар илеп. «Иә, мен мұны жақсы білемін», деп жауап береді қызы. «Мен одан қорықпаймын. Егер ойлағаным қолымнан келмесе, тым болмаса рақымды іс үшін өлетінімді біліп кетейін. Ал егер қолымнан келетін болса, мен мыңдаған парсы қыздарын ажалдан аман алып қаламын. Осы әңгімені бұдан ары соза берудің қажеті бола қояр ма екен?» деп ауыр күрсінді уәзір.
Мен бұл қадамға ешқашан бара алмаймын. Егер патша сені өлтір деп бұйырса, мен бұйрыққа мойынсұнуға мәжбүр боламын. Әке үшін бұдан асқан жаза бар ма? Сонда маған өз қызыңды өз қолыңмен өлтір дегің келе ме? Патшадан қорықпасаң да, менің басыма түсетін қайғы мен күнәдан қорықсаңшы. Шахерезада бұған ләм деп жауап қата алмайды. Бірақ уәзір қызының өз шешімінен қайтпайтынын түсінді. Жүрегі қан жылаған әкесі бұл хабарды патшаға жеткізеді. Және келесі күні кешке Шахерезаданы сарайға ертіп барады. Патша бұған аң-таң қалады. Ол, өз қызыңды өзің неге құрбандыққа шалмақсың деп сұрайды. Мәртебелі патшам деп жауап береді уәзір. Бұл менің шешімім емес, қызымның шешімі. Ол өлімнен қорықпайды. Өз қызыңды өз қолыңмен өлтіргеніңді басқа білмесе де сен білесің ғой уәзірім. Ал одан бас тартатын болсаң, өзіңді жазалауға тура келеді. Иә, мәртебелі патшам, деп жауап береді уәзір. Өз қызын өзі өлтіретін бақытсыз әкемін мен. Бірақ мен сенің адал құлыңмын және өмір бойы айтқаныңды екетпеймін. Патша уәзірге қызын ертіп әкелуге рұқсат етеді. Уәзір қызына осыны жеткізген кезде Шахрезада қатты қуанып әкесіне алғыс айтты. Бірақ әкесі бұған күйінумен болды. Мұны көрген қызы өз шешіміне өкінбейтінін айтып, әкесін жұбатып бақты. Өзі болса топ тірлігіне кірісіп, ол құпия әңгімелесу үшін сіңлісі Динарзаданы шақыртты. Екеуі оңаша қалған кезде Шахерезада сіңлісіне: менің аяулы сіңлім, маған сенің көмегің қажет. Мені патша сарайына апаратын болды. Мен Шахрияр патшаға тұрмысқа шығамын. Ол мені төсегіне апарған кезде мен одан сенің біз ұйықтайтын бөлмеде қала тұруыңды өтінермін. Бұл менің соңғы тілегім. Егер ол мұны орындаса, мен сені таңға дейін 1 сағат қалғанда оятып, қымбатты әпкем, күн шыққанға дейін бір қызық ертегі айтып берші дегейсің. Сонда мен сенің соңғы тілегіңді орындап ертегі айтуға кірісемін және жоспарым ойлаған жерден шығар деп сенемін, деді. Динарзадаға әпкесінің құрған тұзағы ұнады және ол мұны мүлтіксіз орындауға уәде берді. Уәделі сағатта уәзір Шахрезаданы сарайға ертіп апарды. Міне, енді патшамен оңаша қалатын сәтте келді. Қыз бет пердесін ашқан кезде патша оның сұлулығына таң-тамаша қалды. Алайда Шахрезада мұңая берді. Патша оның неге көңілсіз екенін сұрады. Шахрезада патшаға өзінің сіңлісі бар екенін және осы кезге дейін жұптарын жазбағандарын айтты. Бұған қоса өзінің соңғы тілегі барын және соңғы түнде Динарзаданың осында қала тұруын рұқсат беруін өтінді. Патша елінің соңғы тілегін орындауға қарсылықсыз келісті. Ол соңғы түнді әпкесімен бірге өткізу үшін Динарзаданы шақыртты. Таң атуға 1 сағат қалғанда Динарзада: әпке, егер ұйықтап жатпасаң, маған бір қызықты ертегі айтып берші деп қиыла өтініш жасады. Шахерезада ертегісін бастауға патшадан рұқсат сұрады. Ол бұған рұқсат берді. Шахерезада шерткен хикаяның қызықтығы сонша, патшаның өзі де еріксіз құлақ қойып тыңдай бастады. Бір түндік әйелдерді әдеттегідей өлім жолына аттандыратын уақытта жақындады. Сонда оқиғаның немен аяқталатынын білгісі келген патша әйеліне тағы да бір күндік өмір сыйлапты. Содан бастап бұл ғұмыр әлі күнге дейін жалғаса береді. Ертегіге елтіген патша ақыры Шахерезада ешқашан өлмесін, әрдайым өзімен бірге болсын деген шешімге келеді. Бүкіл араб еліне, одан күллі әлемге тарап кеткен 1001 түн хикаясы осылай туған екен. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміз осымен тәмамдалды.